не болыпты? Мен блогер болом. Ичо. Бұл менің алғашқы влогым, сол үшін сөкпейміз. Әлемдегі ең тупой адам сезініп тұрман. Рассрочкаға шуба алған. Мен бұрын 15 жасында осындай жалқау, еріншек. Неге менде олай емес? Сұрақ. Елдің өзі бақытта ел деген курс сатады, бірақ күйеуімен ажырасайын деп жатыр. Бүгін менің папамның туған күні. Осымен бүгін қазір тортпен папамның құттықтайтын боламыз. Міне осындай әдемі тортпен. Саламатсыз ба? Міне бана папамның түсіргізбей қойған осы кісі. Бұл менің алғашқы влогым, сол үшін сөкпейміз. Бана папамның туған күнін құттықтағанын түсірмедім, себебі әпшем айтты, біз барлығымыз 10 болып тұрмыз, түсірме деді. Бұлардың мен влог түсіруіне қолдайтын қолдаулары осы. Маған көшеге шаш шайып шығуға болмайды. Аузыма кіріп, шатасып, міндетті түрде солай болу керек. Еще ерімді бояуға болмайды, қарандар. Ерімді боясам, ол міндетті түрде кетіп қалады. Даже бояғаныма 10 минут өткен жоқ болса да міндетті түрде кетіп қалады ерімді бояу. Неге? Осы жұрттардың қыздарының шаштары ұшпайды. Жұрттардың қыздарының шаштары, еріндері, бояғандары кетпей тұрады. Неге менде олай емес? Сұрақ. Үйге көмесе осылай шақ толтырып, жаяу жүріп, қайтқан ұнайды. Самса жеп. Өтірікше, істемейді неттерді мысалы. Мен азанда мысалы жүгірмеймін, бірақ өтірік видео үшін жүгірсем. Сәне сәтті қылып жүрсем болады нет. Бірақ мен ондай таңдаған жоқпын. Өткен мен барынша өзімді шынайы өмірімді көрсеткім келеді. Бұл влог менің болашақ өмірімде мен өзімнің қандай жолмен жүріп өткенімді көру үшін де бір жағынан түсіргім келеді. Мен бұрын 15 жасында осындай жалқау, еріншек, сондай қыз болыппын ғой деп ше. Шымкенттің әкіміне рахмет, осылай күшті қылып берді қаланы. Әлі жаяу кетіп бара жатырмын шақ толтыруға. Өмірді прям романтизация жасамайым. Бірақ маған өмірді сүрген ұнайды осы сәтпен. Таныдаш, қандай әдемі ұнайды маған. Шымкент шынымен шырайлы қала ғой. Гүлдердің әдемісі. Мен уже Дур Плазаға кеп қалдым. Гиперхаустан бастап Дур Плазаға жаяу кеп жатырмын. Қанша шақ болғанын білмеймін әзірге. Ашып қарамадым. Мен қазір сағат 1:30-да природный сабаққа барым керек зерделеге. Бірақ сағат қазір 11:30. Білмеймін не істейтінді. Но скорее всего үйге барып шай ішіп шығамау деймін. Өйткені зарядкам уже бітіп жатыр. Үйге барып зарядке қойып шықсам да үлгеретін секілдімін. Үлгермей қалсам көремін да. Міне Дендропарк. Менде 6253 қадам болды. Қазір үйге барам, алда біраз қадам болады. Одан кейін қайттан шығып зерделеге келем. Меніңше бүгін 10 шаққа жете алатын секілдімін. Смело киім көріп жүретінем. Просто зарядкам тұрып жатыр. Неге осылай видео түсіріп жүрсем адамдар басқаша қарайды? Не болыпты? Мен блогер болом. Ичо. Менде 25% қалды.
телефонымда. Емкістім 72. Үйге барам дегенше жете ма. Үйге осы тағы да түсім түрім онша емес болып қалады. Мен тушын ағып кетіп таудым. Туш неге ағады? Сұрақ. Ладно, остановкаға жетіп алайын. Аялдамаға жетіп алайын. Сосын көрем. Үйге телефонымды сәл-сәл қуаттап, сәл-сәл толтырып шығып бара жатырмын. Мен еске шығып бара жатырмын. Сағат 1:30-ға шақырған. Қазір 1:27 кетті, ал автобус әлі жоқ. Автобуспен 28 минутта барам. Кешігіп барайын деп тұрмын. Мен ойымша пробный сабаққа үлгермеймін, бірақ консультация алып қайтатын шығармын. Үшін мен образымды ауысып шықтым. Осындай сары футболкамен, көрініп тұр ма? Осындай сары футболкамен розовый шорты киіп алдым. Және де балетка киіп алдым. Осылай ашық киінген ұнайды. Менің уже бетіме жаққан бояуым өшіп кетті, даже сіңіп кетті. Ойланғанда қайтадан оны істерін бояп түзеткім кеп тұрған жоқ, себебі мынандай күн ыстықта бетіңе тіпті дым жақын келмейді екен. Шынымен. Кешігіп келдім. Неге ақыл ой деп қойған? Или дұрыс па екен? Қазір кіріп көрейін, осы жер сияқты туристі осы жер көрсетіп тұр. Ол товарларды сатады. Ол болса тарап кетеді сөйтіп. Крысалар ма дән берген еді сөйтіп малдары болсын. Иә, ол крысаларға өткен. Достар, мен шықтым. Мен өзімді прям әлемдегі ең тупой адам сезініп тұрмын. Неге? Себебі менде біріншіден бүгін менде пробный сабақта жаттыдан болды. Менде вообще база жоқ. Мен вообще дым білмеймін. Прям дым білмеймін. Дүние жүзі тарихы деген атын білемін. И все, басқа ештеңе білмеймін. И ол маған өте қатты сабақта, и оның үстіне менде TikTok көріп, Instagram көріп, қысқа видеолар көріп үйреніп қалғаннан кейін маған фокус қою өте қиын болды. Негізі сабақ 1,5-2 сағат болатын еді. Мен тек 1,5 сағат қана қатысып, оның өзіне әрең шыдап шықтым да. Білмеймін, ұлыш сезім жатым жауапкершілікті. И бірінші жағынан дайындық өте қиын болатынын сезіп тұрмын. Сол, достар. Тағы да сәл жүріп, қайтайын деп жатырмын. Қадам толтыру үшін. Достар, мен үйге келдім. Сағат 4 болды, ал менде уже 10.000 шақ толды. 10.287 қадам болды. Қазір киімімізді ауыстыратын боламыз. Қараңдар, осындай нәрсе жазып қойдым. Сабақ оқуға motivation. Мені ұйымдастырған гәп онша болмайды-ау. Жаным, қойшы осындайыңды. Болмай жатып шешіп шығармашы. Мен оны жақсы білемін ғой. Достар, киноны көріп біткеннен кейін бізде асығыс үсігіз. Мен видеолар түсіріп үлгермедім. Үйдегілер, точнее мамам мен папам екеуі папамның туған күнін тойлауға сыныптастарымен отырысқа кетті. Соларды шығарып салық, сосын асығыс мен ужин ішіп алдым. Енді ары қарай түсіретін шығармын. Қазір ыдыс жуамын. Біз осындай тамақ жедік. Ыстық екен. Осындай. Бұқтырма деп атайды біз жақта, тағы дыбляма дейді бір жерлерде. Қазір ыдыс жуам. Сонымен ыдыс жуып біттік. Енді бағанағы мен көрген Гәп деген киноға байланысты кішігірім өз ойларым. Негізі Гәп деген кинода өте бір керемет бір қоғамдық ауқымды мәселелер қарастырылған. Әр кейіпкер өзінің бір ерекше бір орнын алады. Мысалы, мен кейіпкерлердің атын уже ұмытып қалдым, дегенмен мысалы екі мұғалім қатарынан қалып қойғысы келмейтін ана, мысалы Мөлдір болды, қыздың есімін шықпасам, Мөлдір күйеуінің
күйеуінің ары қарай дамығанын қалады, өскенін қалады, мотивациялағанын қалады. Сол үшін оны байлардың ортасына қосты, соларды үлгі алсын деді. Былайша айтқан кезде шүкіршілік танытқан жоқ қазіргі жағдайларына, тағы да басқаға. Бізде олардың жағдайлары жақсы, иә. Күйеуім мұғалім, как-то машинасы бар, өзінің кобальт деген. Бірақ сонда да қыз қанағаттанбай, балаларының аузынан жырып, жаңағы арендаға машина алып, сөйтіп гәпке барып, сондай болып жүрген екен. Мысалы, анау Шерхан Пірназардың кейіпкерін атауымыз қалдым. Сол Шерхан Пірназар мен соның кейіпкер әйелі рассрочкаға шуба алған. Оның өзі де бір қыздар арасындағы бәсекелестік, көзбояушылық, өтірік, жалған, хи-хи-хи өмір деген сияқты, өтірік бақыт, өтірік байлық деген нәрсені әкеп береді. Немесе мысалы, мәселен, кейіпкердің атын шынымен де ұмытып қалыппын. Берік Айтжанов пен соның жанындағы қыз екеуі енді бір семья болып ойнады ғой. Сондай семьясында мысалы интернеттегі өтірік жалған өмірді көрсетті. Интернетте өте бақытты, күшті семья, әйелдің өзі бақытты әйел деген курс сатады, бірақ шын мәнінде әйелдің өзі келген кезде мүлдем бақытсыз, күйеуімен ажырасайын деп жатыр. Ал бірақ сыртта олардың отбасына қатты көп адам қызығады, вау дейді, үлгі алғысы келеді. Ал бірақ анағына келген кезде оның барлығы актерлық игра, шын мәнінде олай емес, олар ажырасайын деп жатыр, бір-бірін жаңағы түсініспеушілік сияқты нүктелер болады. Осының барлығы бір керемет көрсетілген. Сосын Амина деген қыз, иә. Амина деген қыз, оны жаңағы сүйген жігіттерге қарызға басып кеткен, өзіне андай тірек тапқысы келеді. Сондай бір жігіттермен сөйлескен сайын, бірақ көбінесе алданып қала береді. Оған айтады ғой жаңағы Шерхан Пірназардың әйелі болып ойнағанда, әр гәпте әр жігітпен келесің деген сияқты. Сол кезде кәдімгідей оның көңіліне тиеді, мен жігіттерге алданып қалғаным кінәлімін ба деген сияқты. Сондай бір ойлар туады. Сосын ең соңғы ең керемет кейіпкерлер деп білемін, Ақерке Арыс пен Қанат Әлжаппаров. Екеуі керемет ойнады. Әлжаппаров керемет ойнады. Екеуінің семьясында прям несі бар. Менің памятім толып, телефоным қызып кетіп жатыр. Түсіре алмай жатырмын. Бұл Қанат Әлжаппаров пен Ақерке ойындары маған қатты ұнады. Ешқандай өтіріксіз, шынайы өмір, бақытты өмір, керемет өмір. Ауылдан шықса да мысалы шынайылықты көрсете алды. Мен памятім толды. Осымен бірінші влогым бітті. Өкінішті ақ.